Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, бүгін 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Барлықтарыңызды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Тәу етер тәуелсіздігіміз мәңгі ғұмырлы болсын, көк аспанда көк байрағымыз желбірей берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін. Алла тағала қазақ халқына мол бақыт, байлық, несібе берсін. Ең бастысы бірлік берсін. Елімізді сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтасын деп тілеймін. Әрине, бұл күнді біз еліміз тәуелсіздігін жариялаған күн деп қуанышпен тойлағанымызбен, қайғысы мен қасіреті егіз желтоқсанда тағы да сонау желтоқсан көтерілісі еске түседі. Сосында желтоқсан көтерілісі кезінде қазақтың намыс үшін, қазақтың рухы үшін жанын пида еткен боздақтардың жаны жәннатта, топырағы торқа болсын дейміз. Сондықтан бұл тәуелсіздік күні тек тойлайтын ғана күн емес, қазақ үшін ойланатын да күн. Өйткені бұл күн бізге оңай қолға келген жоқ. Қаммен келді, көз жасымызбен келді, үлкен ерлікпен келді, үлкен қасіретпен келді. Осы тәуелсіздікке жету жолында қазақтың кешпеген қаны, аспаған асуы, көрмеген қорлығы жоқ. Соның бәріне төзіп отырып бүгінгі күнге жеттік. Оғанда мың тәуба. Дәл сол сияқты мен бүгін осы тәуелсіздік туралы ойланып отырған кезде қазақтың қасіреті қалың күндері де есімізге түсті. Әсіресе сонау екінші дүниежүзілік соғысты бастан өткерген қазақ халқының небір боздақтары алдыңғы шепке кетіп, артына аман оралмай қалды. Әрине, бұл да өткен ғасырдағы қазақтың үлкен қасіреті еді. Соғыста қазақпен бірге қазақтың қара домбырасы да қан кешіп, қасірет чекті десек артық кетпейміз. Бүгінгі біздің бұл тақырыпқа тұздық ретінде айтқалы отырған әңгімеміз дәл сонау екінші дүниежүзілік соғыс кезінде туған бір күйдің тарихымен қатысты қазақтың қасіреті болмақ. Әрине, осындай тәуелсіздік күндерінде өткен күндерді де еске алып, қазақтың арманда кеткен боздақтары туралы сөз қозғауда орынды деп ойлаймын. Өйткені өткенді айтпай келергі еске түспейді. Өткен күндегі небір қасіретті күндерді еске алып, одан тәжірибе сабақ алмасақ, бүгінгі күніміздің бақытын бағалай алмай қалуымыз да мүмкін. Ертеңгі болашағымыз бекем болсын десек, тарихтағы қателігімізді ешқашан қайталамауға талпынуымыз керек. Екінші дүниежүзілік соғыста қазақ халқына аз қасірет әкелген жоқ. Бұл туралы том-том еңбектер жазылды, бірақ қазақтың жүрегінде қалып қойған екінші дүниежүзілік соғыстың жарасы әлі күнге дейін толық жазылған жоқ. Сол жараның бірі домбыраның шанағында, қос шектің үнінде, тиектің астында, перненің тілінде тұр десек қателеспейміз. Сіздер Эйр Астана ұшағына мінген сайын жүрек қылын тербеп, тұла бойыңды шымырлатып тұрған күйге құлақ түріп көрдіңіздер ме? Жағымды әуенді тыңдағанда, мынау қайсы күй, кімнің күйі деп бір сәт ойланып көрдіңіз бе екен? Біле білсеңіздер, қазақтың бір күйі, бір роман. Мына күй де дәл сондай. Бұл жай ғана жағымды әуен емес. Түсінген адамға бұл күйдің астарында қабырғаңды қайыстырып, жүрегіңді қан жылататын қайғы, қасірет жатыр. Арманда кеткен боздақтардың рухына арналған күйде екінші дүниежүзілік соғыстың мұң мен зары жатыр. Бұл майдан даласындағы зеңбірек дауысы мен ана зарының арасындағы жүрек дірілі боздақтардың аманатын арқалаған әуен. Екінші жаһандық соғыста қазақ даласының әр түкпірінен аттанған 1,5 миллионға жуық сарбаздың жартысы отанына қайта оралмаған. Қан кешкен қазақпен бірге қара домбырамыз да алдыңғы шепке барды. Шанағын оқ тесіп, қос жиегінен қан табып, күй болып күңіренді. Біз тілге тиек етіп отырған арнау сол елге оралмаған 600 мыңнан астам боздақтың бізге боздап жеткен үні, үзіліп қалған
ғұмырының соңғы жаңғырығы еді. Жамбыл өңірінің тумасы, майдангер күйші Тұраш Әбеуов соғыстың нақ ортасында жүріп, осы арнау күйімен болашақ ұрпақтың жүрегіне, тарихтың таспасына өз үнін, он саусағының дірілдеген сирек сезімін қалдырды. Тұраш Әбеуов 1922 жылы Жамбыл облысындағы Жамбыл ауданына қарасты Қыршынды деген жерде дүниеге келген. Жасынан жетісудың ән күйін, әсіресе Байсеркенің күйлерін жадына жаттап, жүрегіне сіңіріп өскен ол 1938 жылы Алматыдағы театр училищесіне оқуға түсіп, 4-ші курстан әскерге шақырылады. Командир шенінде танық жүргізіп, алдыңғы шептегі ұрысқа қатысады. Қазір Арнау деп аталатын бұл күй кезінде Лениншіл комсомол, Қазақстан комсомолы деп аталған. Ол кезде Тұраш атамыз командир болған болса керек. Өрімдей қазақ жастарының танктың үстінде ұрандатып, алдыңғы шепке кетіп бара жатқанын көргенде, айналайындар-ай, аман келулерің қиын ғой деп, қайғыдан қан жұтып, осы күйді жазған деседі. Соғыс кезінде домбырада қанжылады. Қазақ күйшілері сұм соғыстың зұлматын домбыра тілінде жеткізді. Сөз айтуға тиым болған заманда күй сөйледі. Мысалы, Дина Нұрпейісованың «Жеңіс», «Ана бұйрығы», майдандағы ұлыма күйлері, ананың зары мен үмітінің үні болса, Мұрат Өскенбаевтың «Жеңіс» күйі 1945 жылғы жеңісті сәтке арналды. Төлеген Момбековтың «Інілеріме» күйімен майдан даласындағы жауынгер бауырларына елдің аманатын, ананың тілегін, даланың тынысын күй арқылы жеткізді. Ал Мағауия Хамзиннің «Белгісіз солдат» күйі елге оралмаған ердің артында қалған елесі мен әке жүрегіндегі өшпес жараның сөзде, тілде жетпейтін жоқтауы. Бұл күйлердің барлығы да бір ауыр шындықты үзіліп тұрып айтады. Соғыс тек ұрыстағы өлім ғана емес, ел ішіндегі үзіліп кеткен үміт, үзіліп қалған ұрпақ, тоқтаған күй. Тұраш атамыздың Арнау күйі қазақтың мұң күйі жинағына енген. Бірақ көпшілік бұл туындыны тыңдай тұра оның тарихынан бейхабар. Бұл күйдің Эйр Астана ұшағында орындалуы үлкен символ. Ұшақ көкке көтерілген сайын қазақтың арманы да аспанға өрлейді, ал күй соған үн қосады. Әр күй бір тағдыр, бір роман. Ал соғыс жылдарындағы күйлер қасіреттің қабырғаны қайыстырар ғазалы. Ендеше бұл күйлерді құлақпен емес, жүрекпен тыңдайық. Себебі бұл күйлер боздақтардың дауысы, аналардың зары, халықтың қасіреті.